Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен керемет дәмді болып шығатын итальяндық пастаны рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі деген өте күшті болып шықты. Менің инстаграм парақшамды сақтап алып, лайк, комментарий жазып, осы рецептімді жасап көріңіз. Ол үшін черри помидорларын осылай жақсылап бөліктерге бөліп турап аламыз. Одан кейін пиязымызды турап аламыз. Пиязды мен кәдімгі пиязды қолдандым. Сіздер қызыл пияз қолдансаңыздар болады. Тауықтың төс етін алып осылай жақсылап жіңішке етіп турап аласыздар. Өз қалауларыңызға қарай 4-3-те етсеңіздер де болады. Қызып тұрған табаға оливковый масломызды құйып, негізі сливочный масломен, кәдімгі сливочный майды да немесе күнбағыс майын да қолдансаңыздар болады. Чеснокты салып осылай кинзамнан майдалап тоже турап салып жібердім түбіне. Суымызды қайнатамыз, тұз саламыз. Мына жерде мен приправа болғанда қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприканы қолдандым. Жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін кезекпен пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сол аралықта суымыз қайнап жатады. Оған мен негізі смол желісінен арнайы, сауда желісінен арнайы пастаға арналған қымбатырақ макаронайды алдым. Сіздер арзандау алсаңыздар бұл өз қалауларыңызға қарай. Мен енді өте дәмді шыққанын қаладым. Осы черри помидорларын мен кинзамды салып, тоже жақсылап араластырып қуырып алған болатынмын. 20% сливкиді қолдандым. Және жаңағы қамырым піскен судың мампар суы деп айтады. Біз жақта енді нан пісіп шыққан судың сорпасын да құйсаңыздар өте дәмді болады. Арнайы бульон жасап қажет емес. Күшті бір жасағынан керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Бульонның суын құйдым мына жерде. Одан кейін 6 минуттың ішінде пісіп шығады қамырымыз. Қамырымызды салып жақсылап араластырып алатын боламыз. Жасап көріңіздер, және менің осы рецептімді міндетті түрде сақтап алыңыздар, жоғалтып алмаңыздар. Қазақша пастаны сіздер де жасап көріңіздер. Итальяндық пастадан ешқандай кем емес. Дәмді болсын астарыңыз, жасап көріңіздер.